Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз өте дәмді, дәмі нәзік Орео тортын жасаймыз. Ең алдымен жұмыртқамызға шым-шым тұзымызды қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Содан соң қантымызды қосып, кішкене ғана пенка болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Үстінен сұйық майымызды, сүтімізді қосып, бір келкі болғанша миксерлеп шығамыз. Ұнымызға какао қопсықшымызды қосып, оны да бір келкі болғанша араластырып, жұмыртқалық массамызға бірсіндеп қосып отырып, араластырып отырамыз. Бұл жерде сүттің температурасы маңызды емес. Сүттің температурасы жылы күйінде немесе салқын күйінде қоссаңыздар болады. Содан соң ыстық суымызды қосып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып отырамыз. Барлығы бір келкі болғаннан соң формамызға пергамент қағазын төсеп, 180 градуста пісіріп аламыз. Енді кремін жасауға кірісеміз. Салқын сливкиімізді ыдысымызға салып, жақсылап воздушный болғанша миксерлеп отырамыз. Сіздердің сливкилеріңіз міндетті түрде салқын болу қажет, себебі сливкиіміз қою воздушный болмауы мүмкін. Сол себептен де салқын күйінде пайдаланамыз. Қантымызды қосып, және де миксерлеп, біздің сливкиіміз воздушный болғанша миксерлеп отырамыз. Міне біздің сливкиіміз воздушный болды. Басқа ыдыста біздің творожный сырымызды қосып, бір келкі болғанша араластырып, сливкиіміз бен творожный сырымызды біріктіреміз. Оны да жақсылап миксерлеп, бір келкі болғанша миксерлеп аламыз. Бір келкі болғаннан соң бізге қажетті 6-7 дана Орео печеньесі. Орео печеньесін видеодағыдай ұсақтап турап кремімізге қосамыз. Бұл біздің тортымызға арналған креміміз. Араластырып аламыз. Міне біздің бисквитіміз дайын болды. Бисквитімізді пергамент қағазын шешіп, салқындатып, салқын күйінде екіге бөліп аламыз. Енді тортымызды жасауға кірісеміз. Біздің тортты біріктіретін кольцомызға ең бірінші бисквитімізді қойып, содан соң кремімізді теңде екі бөлікке бөліп аламыз. Бисквиттің үстінен кремімізді жағып шығамыз. Оның үстіне бисквитімізді қойып, ең жоғарғы жағына екінші бөліктегі кремімізді жағып шығамыз. Жағып болғаннан соң 2 сағатқа біздің тортымызды холодильникке қойып қоямыз. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Баршаңызға ас